Бұл оқиға 24 желтоқсанда Филиппинде орын алған. Үйсіз жүрген ит адамдарға қоқыс арасынан күтпеген шынайы олжа табуға көмектеседі. Қара қаңғыбас ит бар күшімен үре бастаған, қасынан өтіп жатқан көліктерге тоқтаңдаршы деп белгі бергендей. Алайда адамдардың барлығы асығыс болғандықтан ешқайсысы тоқтай қоймаған. Бірақ бір мотоциклистің иттің үргеніне назарын аударып, оның артынан барайын деп шешеді. Ит оған бір нәрсені көрсеткісі келіп тұрғандай әсер қалдырған. Жай қаңғыбас ит ғой деп бейжай өте салмаған ол иттің артынан ілесіп, шөптің арасынан бір нәрсенің жыбырлап жатқанын байқайды. Жақынырақ барып қарағанда бұл жамылғыға оралған кішкентай баланың денесі екенін көреді. Оны дереу қолына алған мотоциклист балақайды медиктер мен полицейлерге тапсырады. Қазіргі таңда балақайдың ата-анасының кім екені іздестірілуде. Ал баланың өзі болса әлеуметтік қызметкерлердің қарауында болады. Ал оны табуға көмектескен үйсіз итке келетін болсақ, оны ешкім асырап алмаған, тіпті оны марапаттамаған да осындай мейірімді әрекет үшін. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар